Дианаға ренжіген Алмира ханым мәлімдеме жасады. Алмира ханым соңғы кездері көптеген адамдардан көңілі қалғанын, тіпті өздерін жертва етіп көрсетіп жүргендер де бар екенін Instagram парақшасында ашық жазды. Әдетте ол қосылайық жобасы айналасындағы даулы оқиғаларға пікір білдіріп отырады. Соңғы уақыттағы ең үлкен резонанс тудырған оқиғалардың бірі Диана ханымның Сұлтанға тұрмысқа шығуы болды. Одан кейін Алида мен Нұрдәулеттің ажырасқаны туралы жаңалық тағы да талқыға түсті. Еске сала кетсек, Диана ханым мен Сұлтан эфирден кеткеннен кейін көп нәрсені құпия сақтады. Ол тіпті Қазақстан телеарнасындағы жаңа жобаларында толық жарияламады, тек басталуына жақын ғана хабарлаған болатын. Сондай-ақ Диана мен Сұлтанның жұптық арақатынасы туралы ешкім білмеді. Бұл қосылайық жобасының ұжымы мен бұрынғы қатысушылар үшін күтпеген жағдай болды. Алмира ханымның Диана ханыммен өте жақын достық қарым-қатынаста болғанын ескерсек, оның бұл жағдайға ренжуі орынды. Мүмкін дәл осы себепті Алмира ханым Инстаграмдағы жазбасында өз ренішін жасырмады. Мә, шынымды айтсам, көп адамнан көңілім қалып бара жатыр. Өмірді басқаша елестетін адамдар, өтініш, жертва болуды қойыңдаршы. Шіркін, тілім сайрап тұр, көп дүние айтқым келіп, деп ашуға булықты Алмира ханым. Бұл жазбадан кейін әлеуметтік желі қолданушылары екіге жарылды. Бірі Диана ханымның қосылайық жобасынан алшақтағанын айтса, екіншісі бұл жағдайда Аида мен Нұрдәулеттің хайп үшін ажырасып кеткені туралы әңгімемен байланыстырды. Сонымен қатар қазіргі қосылайық жобасының жүргізушісі Балауса ханым эфирде Диана ханым мен Сұлтанның қосылғаны туралы жаңалықты хабарлап жатып, қосылайық тележүргізушілерінің бірі Диана ханым деп айтты. Яғни ол бұрынғы тележүргізуші деп нақтыламай, тек бірі деп атап өтті. Бұл сөздерде желі қолданушыларының пікірталасын тудырды. Кейбіреулер Диана ханым қосылайық жобасын ең ұзақ уақыт жүргізген тележүргізуші екенін атап өтсе, басқалары қалған жүргізушілердің аз ғана уақыт жұмыс істегенін жазды. Алмира ханымның нақты не үшін қатты ренжігені белгісіз, бірақ оның Диана ханымға немесе Аидаға деген көңілі қалғаны анық. Диана мен Сұлтан қосылайық жобасына қайта орала ма? Ол жағы әзірге белгісіз.